Саламатсыздар ма тыңдаушы мырзалар? Психологиялық даярлық пәні бойынша бүгін бізде бірінші тақырып дәріс сабағымыз даулы жағдайлардың алдын алу психологиясы. Ішкі істер орган қызметкерлерінің қызметінде олардың алдын алу және шешу. Дәріс сабағымыз бойынша екі сұрақ қарастырамыз. Бірінші сұрағымыз полиция қызметі ұжымдарында болатын дау-жанжал түрлері. Екінші сұрағымыз ішкі істер орган қызметкерлерінің азаматтармен болатын дау-жанжалдың себептері, алдын алу және басқару. Ішкі істер орган қызметкерлерінің кәсіби қызметіндегі дау-жанжал себептерін негізгі тобы төмендегідей болып бөлінеді. Объективті психологиялық себептер, қызметкердің субъективті ерекшеліктері, объективті психологиялық емес себептер, құқық бұзушының субъективті ерекшеліктері. Дау жанжалдың шығу себептерінің үш түрі бар. Әлеуметтік жағдайға байланысты, қарым-қатынас, жеке адам мәселесі. Дау жанжалдың туу себептеріне бірнеше әсер етуші субъективті ерекшеліктер, әсер етуші топтар бар. Олардың қатарына азаматтың ережеге бағынышты іс-әрекеттерінің, дәлелінің аздығы, заңға сәйкес өзін ұстауға деген ынтаның жоқтығы, халық арасында ауыр мінезді адамдардың көптеп кездесуі, көптеген құқық бұзушылардың және өзге азаматтардың ерсі іс-әрекеттері, жігерсіздігі, жағдайға қарай топшалауға икемсіздігі, айтылған көзқарастан дұрыстығын түсініп, оны қабылдауға икемсіздігі болып табылады. Дау жанжалды жеңуде және өзара қарым-қатынасты қалпына келтіруде есте сақтауға қажетті түрлі пішіндер, яғни біріншісі бізде концептуалды тәуелсіздік. Ақпараттық сәйкессіздік дәлелдеу мақсатындағы үйлесімсіздік, интеллектуалдық деңгейлерінің сәйкессіздігі. Дауға әкеп соқтыратын іс-қимылдар, бұлар төмендегідей: адамға ашық сенбеу, сенімсіздік білдіргенін ашық айту, өз ойын айтып отырған адамды бөлу, ұстамсыздық адамды ашық жақтырмау, үнемі сол адамды сөгу, адамға әділетсіз баға беру, қорқыту болып табылады. Ішкі істер органының қызметінде дауды басқару, дау жанжалды болжау және оның функционалдық бағытына баға беру, дау жанжалды реттеу, дау жанжалдың алдын алу және ынталандыру, дау жанжалды шешу. Дауды шешу үшін барлық жақтың пікірі ұқсас болған жағдайда келісімге келу. Жанжалдасушы жақтардың бір жағына байланысты келісімге келу. Сыртқы күштің заңдық немесе моральдық еркіндігіне сәйкес келісімге келу. Ескерген жанжал өзінің маңыздылығын жояды және өз-өзінен шешіледі. Жанжалды алдын ала болжау тек оны болдырмаудың алдын алу болып табылады. Ерте ескертілген және күні бұрын шешілетін қақтығыстарды болдырмаудың екі түрі болады. Бұл жартылай болдырмау және толықтай болдырмау. Қазіргі таңда еліміздің криминогендік жағдайына байланысты әрбір полиция қызметкері психологиялық тұрғыда дау жанжалға жол бермеуі қажет. Яғни жанжалды жартылай болдырмау дегеніміз бұл компромиске бара білу. Ал толықтай болдырмау дегеніміз халық арасында халықтың ортақ тіл табысып, ашық сөйлесе біліп, дұрыс психологиялық қарым-қатынас орната білу болып табылады. Сонымен
Қарым-қатынасты орната білу бұл полиция қызметкерлерінің кәсіби шеберлігін басты алғы шарты болып табылады. Жалпы алғанда моральды, психологиялық жағдайға тек қызметкерлер арасында ғана емес, ұжымдағы да өз кесірін тигізіп, ұжымда құлдырау жағдайларын туғызады. Әлеуметтік қоршаған ортада адам баласы даулы жағдайдың нақ ортасында немесе оның куәгері болып келеді. Бәрімізге белгілі, даулы жағдайлар адам баласын денсаулығына, отбасына, достық қарым-қатынасқа өте зиян келтіреді. Олар стресстік жағдайлар туғызады. Ал құқық қорғау қызметіндегі ішкі істер орган қызметкері жұмысы ерекше күрделі, қысымды психологиялық жағдайға іске асырылады. Себебі әрбір құқық бұзушының құқық органында құқық бұзушы мен қызметкердің сөйлесуі, дұрыс қарым-қатынас орнатуы оның қызметтік функционалдық міндетінде ең басты роль атқарып жүзеге асырылуы қажет. Дау жанжал дегеніміз не? Дау жанжал дегеніміз бұл екі немесе бірнеше адамның арасында туындайтын көз қарастың бір тығырыққа келмеуі. Даудың анықтамасы көп, бірақ сол анықтамалардың барлығы бір жүйеде, яғни әртүрлі адамдардың көз қарасының, талпынысының, қарама қайшы сейілісінің пайда болатын құбылыс. Психологиялық бөгет дау жанжалдың тууы және оның дамуына үшін қолайлы жағдай туғызады. Қызметкер жұмысындағы психологиялық жанжалдың шығу себептерін, факторлар дау жанжалға тікелей зиян келтіреді. Құқық қорғау органдары қызметкерлерінің кәсіби қызметіндегі даулы себептердің негізгі тобы бұл қарым-қатынас орнату, этикалық нормаларға байланысты дұрыс сөйлесе білу, ішкі істер органының қызметкерлерінің бойында сөйлеу мәдениетінің, сөздік қорының жоғары болуы, дәлелмен сөйлеу, және де өзінің айтып отырған ойын ашық, қысқа, нұсқа жеткізу болып табылады. Құқықтық тәртіп органдары қызметтерінің нормативтік негіздерінің мүлтіксіздігіне де байланысты. Сонымен қатар, дау жанжалды толықтай болдырмау үшін қызметкерлер мен азаматтардың басшылық және қарамағындағылар бақылау, құқық бұзушылар мен өзге де азаматтардың іс-әрекеттерінің бағалары, талап қоя білушілік, әлеуметтік тапсырылған функционалдық рольдік позициясын жүзеге асыру процесі, дау объектісін үзіліссіз болса дау жанжалға айналатынын біле тұрып, дауды үдетпеу, дау субъектілерінің мәселесін өзіне тиімді етіп шешкісі келсе, дау объектісі бұл материалды немесе рухани байлық осы үшін дауласып жататын адамдар болады. Мысалы, бір бөлмеде басшы лауазымына екі адам бармақшы. Екеуінің ойынша осы лауазымға тағайындауға тек екеуі ғана құқылы жарамды. Міне осы жағдайда дау шиеленісі туып отыр. Олардың даудың субъектісі деп атаймыз. Дау неден басталды? Дауға түрткі болып отырған осы ваканттық лауазым. Ал осы лауазым ресми статусы даудың объектісі болып есептеледі. Бұл мысалда, тыңдаушы мырзалар, дау субъектілері тіке іс-қимылға көшкен жоқ, алайда олар өз ойынша осы қимылға жол берді, дайындалды деуге болады. Даудың бұл сатысын
латентті саты деп, яғни жасырын саты деп атайды. Яғни өздерінің жоспарларын болып жатқан жағдай бойынша жасайды. Егер екі субъектінің біреуі өзінің оппонентіне, қарсыласына қарсы шықпаса, яғни оны осы лауазымына келісім берсе, дұрыс деп құптаса, онда бұл жағдайды даулы деп айта алмаймыз. Себебі даудың негізгі белгісі қарама-қарсы күрес болып табылады. Дау терминін даулық жағдай түсінігімен шатастырады. Бұл терминдердің түсінігін дұрыс ұғыну үшін мынандай сұрақ бойынша қарастырайықшы. Қарама-қайшылық, даулық жағдай, яғни болған оқиғаға байланысты қарама-қайшылық пайда болады. Субъект арасында түсінбестік, дау ара-қатынас қойған мақсатты, өзара түсінбеушілік, даулық ара-қатынастар, даулық жағдайлар тудырады. Мен сіздерге басында айтып кеткенім, тыңдаушы мырзалар, даулы жағдай екі немесе одан да көп адамдар арасындағы жасырын немесе ашық қақтығыстар. Және осы адамдар өз мәселелерін шешу, өз көзқарастарына, өз мақсаттарына жету жолында осы қақтығыстарға тіреледі. Дау себептеріне тікелей қатысы жоқ болса, даудың шығуына себепкер болған субъекттер ашық қақтығыс болуын көздейді. Ал себеп инциденттің пайда болуына себебін тигізеді. Инцидент дегеніміз дау жағдайға қатысушылардың іс-қимылы немесе сол іс-қимыл жиынтығы және дауға қатысушы арасындағы қарама-қайшылықтың үзеуі, даулық соқтығыстың басы болып табылады. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыз.